Сәлеметсіздер ме, менің тыңдармандарым? Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз жоғалған күнделік. Оның негізгі ойы: өмірде қиындықтар қаншалықты ауыр болса да, үміт пен сенім сізді алға жетелейді. Әр адамның артында қалдыратын ізі өзгелерге шабыт пен күш береді. Жоғалған күнделік. Қаланың шуылы таңғы уақытта ерекше байқалады. Адамдар жұмысқа асығып, көліктер гүрілімен көшелер толысады. Бұл қарбаласта Алима есімді жас қыз ерекше оқиғаның куәгері боламын деп ойлаған жоқ. Алима 19 жаста еді. Университеттің әдебиет факультетінде оқитын. Өзі өте ұқыпты, кітап құмар қыз. Ол әр таң сайын кітапханадан сабаққа барып, күнделікті өмірін жоспармен өткізетін. Бір күні ол университеттен қайтып келе жатып, троллейбус ішінде орындықтың астында жатқан шағын ескі кітапты байқап қалды. Көне былғары мұқабасы жартылай жыртылып қалған бұл зат оның назарын бірден аудартты. Бұл кімнің кітабы болды екен деп ойлады Алима. Кітапты қолына алып парақтай бастағанда, оның жай кітап емес, күнделігі екенін түсінді. Беттерге ұқыпсыз жазылған жазулар мен арасында суретте бар еді. Бұл күнделіктің иесі ерекше адам сияқты көрінді. Алима күнделікке бірден қызығушылық танытып, оны үйіне алып баруға шешім қабылдады. Үйіне келген соң ол күнделікті оқи бастады. Бұл бір жас жігіттің өмірі жайлы естелікке толы жазбалары еді. Басында оның мектептегі қызықтары мен достарымен өткізген күндері жазылған. Бірақ әр бетті парақтаған сайын Алима бұл күнделіктің тек жай ғана оқиға емес, өмірдің мәні туралы терең ойлар жазылғанын байқады. Күнделік иесінің есімі Асхат екен. Ол өзін ізденімпаз, арманы көп адам ретінде сипаттаған. Алайда күнделіктің соңғы беттерінде оның өмірі қиындықтарға толы болып, ауыр сынақтардан өткенін баяндаған. Асхат ата-анасынан ерте айырылып, өмірдегі қиындықтарды жалғыз қарсы алған. Бірақ ол үнемі болашаққа деген сенімін жоғалтпаған. Алима күнделіктің әрбір сөзін оқып отырып, Асхаттың өмірден шаршап қалған сәттерінде қайтадан үмітпен алға ұмтылғанын да сезінді. Бірақ күнделіктің соңғы бетінде жазылған жазбалар оны қатты толғантты. Егер бұл күнделік біреудің қолына түссе, менің жазғандарым сізге сабақ болсын. Өмір қаншалықты қиын болса, сенім мен мейірімділік сізді аман алып шығады. Егер менің орнымда болсам, бір күнімді де босқа өткізбеуші едім. Алима күнделікті жауып көз жасына ерік берді. Ол бұл жігіттің тағдырын білгісі келіп, күнделікте көрсетілген мекенжай арқылы иесін іздеуге шешті. Келесі күні ол күнделіктегі адреске барды. Бұл қала шетінде орналасқан ескі үй еді. Қақпаны қағып есік алдында тұрған орта жастағы ер адаммен сөйлесті. Асхат деген жігітті іздеп жүрмін. Бұл оның мекенжайы екен деп сұрады Алима. Ер адам таң қалып, бұл менің ағамның аты. Бірақ ол осыдан 2 жыл бұрын өмірден озған, деді. Алима естігеніне сенбей қалды. Оның қолындағы күнделік иесінің өмірден озғанын білген сәтте жүрегі қатты ауырды. Бірақ ол ер адамға күнделік жайлы айтып беріп, оны табу тарихын баяндады. Ағамның жазған дүниесін өзіңізге қалдырыңыз, деді ер адам. Ол үнемі өзінің ойларын біреулермен бөлісуді армандайтын. Бәлкім сіз оның арманына жан бітіретін адамсыз.
Сол күннен бастап Алима күнделікке негізделген мақалалар мен шағын әңгімелер жаза бастады. Асхаттың өмірі арқылы ол адамдарға өмірдің құндылығын түсіндіруге тырысты. Бұл оқиға оны ғана емес, оны оқыған адамдарды ғана да өзгертіп, өмірге басқа көзқараспен қарауға шабыттандырды. Осы әңгіме ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Рахмет.